Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз дұрыс тамақтана біл тақырыбымен танысамыз. Ақуыз бар тағамдар: ет, тауық еті, балық, сүт, ірімшік, сыр, бұршақ, жасыл бұршақ. Қорытынды: бұл тағамдарда ақуыз көп болады. Ақуыз ағзаның өсуіне, бұлшық ет пен сүйектің қалыптасуына көмектеседі. Көп көмірсу бар. Қант, нан, кеспе. Аздау көмірсу бар. Көкөністер, жемістер. Қорытынды: барлығында көмірсу кездеседі, бірақ қантты, нанды, кеспені көп жеуге болмайды, ал көкөніс пен жемісті күнде жеу пайдалы. Май бар тағамдар: ірімшік, сыр, сары май, қаймақ, жаңғақ, күнбағыс майы. Қорытынды: бұл тағамдардың құрамында май көп. Май ағзаға қуат береді, бірақ оны шамадан тыс көп жеуге болмайды. Сенің ас мәзіріңде қай тағам көп, қай тағам аз болу керек? Көп болу керек. Нан және сүт ботқасы, жеміс-жидектер, көкөністер аз болу керек. Тәттілер: қант, тұз, сары май, өсімдік майы, себебі оларды көп жесе денсаулыққа зиян. Иек ағзаға зиянды тағамдарды ата. Қант, тәттілер, тұзды тағамдар, майлы тағамдар. Адам тағаммен бірге қандай қоректік заттарды алады? Адам тағаммен бірге ақуыз, май, көмірсу, дәрумендер және минералды заттарды алады. Сен тұратын жерде ағзаға пайдалы қандай өнім түрлері өсіріледі? Біздің жерде ағзаға пайдалы бидай, картоп, сәбіз, пияз, алма, сүт өнімдері өсіріледі. Қорытынды: бұл өнімдер денсаулықты нығайтып күш-қуат береді. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпа.